Атышулы кинокартина Барби қазақ тілінде сөйлесе касса жинар ма еді? Тәліптер Қазақстанға қандай мақсатпен келді? Қоғамда үрей туындады, оған себеп бар. Дінге, тілге қатысты қоғамның ойын бірге талқылап көрейік. Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Кеттік. Қазақша дубляж мәселесіне тоқталайық. Осы жаздың басты премьералары Грета Гервигтің Барби комедиясы мен Кристофер Ноланның Оппенгеймер биографиялық триллері көрерменге ұсынылған алғашқы аптада әлем бойынша кассалық феномен жасап, кино тарихындағы рекордтар қатарына қосылып үлгерді. Алайда қазақ көрермені асыға күткен фильмдерін қазақша көре алмады. Баяғы жартас, сол жартас. Қазақша дубляж жоқ, субтитр сауатсыз әрі түсініксіз. Субтитр демекші қазақ тілін меңгеріп жүргендер үшін бұл керісінше қиындық тудырады. Жоғарыда атап өткенімдей, көптеген фильмдерде сауатсыз әрі фильмді тыңдай отырып, бірден аудармасын оқу адамды шатастырып жібереді. Бұл орыс тілін түсінбейтіндерге де қатысты. Субтитр оқи ма, әлде толықтай фильм картинасын көре ме? Қазақ тілін үйреніп жүрген талай азамат фильмдердің тек қазақ және ағылшын тілінде берілуінде сұрап жүр. Қажеттілік туындаса, ертең бәрі де қазақ тілді фильмге барады. Онсыз да жастардың басым бөлігі ағылшын және қазақ тілінде еркін сөйлеуде. Ал орыс тілінде субтитр берілсін. Қазақша субтитрмен отырмыз ғой. Бұл менің орыс тілділердің құқығын шектеу керек дегенім емес. Қазақша дубляж неге аз десе, министрліктің жауабы бір: сұраныс аз. Әрі кинотеатрлар бизнес субъектісі деп ақталады да қояды. Естеріңізде болса, қыста прокатқа шыққан Аватар су жолы кезінде дау болған еді. Аударылып, дыбысталған картина күніне 1-2 рет қолайсыз уақытта көрсетілді. Соған қарамастан 70 миллион теңге касса жинаған қазақша Аватар дубляжына кеткен қаржыны 2 есе ақтап, сұраныстың бар екенін дәлелдеді. Бұл жерде қазақша дубляж промоушны дұрыс жүргізілмегенін атап өту керек. Жарнама мүлдем әлсіз, төмен болды. Не бір баннер, не бір әлеуметтік желідегі жарнама, тіпті фильм алдында кинотеатрда көрсетілетін 10-15 минуттық трейлерде болмады. Сонда біз ол жаңалықты қайдан алуымыз керек еді? Кинотеатрлар қазақша сеансқа адам аз келеді дейді. Сұраныс болмаса 70 миллион касса қалай жиналды? Мәдениет және спорт министрлігі жыл сайын 15 фильмді аударамыз деп отыр. Тек сан қуып жүріп, сапаны естен шығарып алмаса игі. Жалпы фильмдерді қазақшалауға қазіргі қазақ дубляжының қауқары жетеді. Студия, құрылғылар, микрофондар, оның құлағын бұрайтын білікті мамандар бар. Тіпті олар күрделі музыкалық жобаларға да әбден дағдыланған. Актерлық база тіпті де мәселе емес. 2017 жылдан бері 40-тан аса картина дыбысталды. Галактика сақшылары 2, өрмекші адам қайта оралу, Алладин, Арыстан патша, Мулан, ойыншықтар хикаясы сынды туындылармен қоса бірнеше ресейлік фильм қазақша сөйлеген еді. Алда да көптеген әлемдік туындылар қазақстандық көрерменге сапалы қазақша дубляжда беріледі деген үміттеміз. 3 тамызда Астанада Қазақстан ауған бизнес форумы өтті. Тәліптер елордаға келіп кеткен соң қоғамда қызу талқы басталды. Талибан біздің елде террористік ұйым деп танылғанына қарамастан бизнес форум өтті. Онымен қоймай, Жуманғарин Ауғанстанды бейтарап, тәуелсіз, демократиясы дамыған, гүлденген мемлекет ретінде қалыптасып жатқан ел деп танимыз деді. Әрине, Қазақстан үшін Ауғанстанның көлік логистикасы өте тиімді. 200 миллион халқы бар Пәкістан нарығына тура жол. Бұған қоса Карачи және Гвадар теңіз порттарына, одан әрі Үндістанға, Таяу Шығыс елдеріне, тіпті Африкаға шығуға болады. Сондықтан іскерлік байланыс әуелі отандық кәсіпкерлер үшін ұтымды. Қазақстандық экспорт көлемі де артады. Ол түсінікті. Форум нәтижесінде делегаттар қаржы, энергетика, фармацевтика, көлік, логистика секілді бір қатар салада елімізбен 190 миллион доллардан астам сомаға 15 келісім жасасты. Қазақтелеком Ауғанстанға коммерциялық негізде интернет жеткізеді. Тек бизнес саласында ынтымақтастық орнап, бұл серіктестік ел үшін тиімді болса жақсы. Бірақ тәліптерге еліктеп, олармен бірлесіп Ауғанстанда орнап жатқан саясатқа бет бұрсақ, арты неге әкеліп соғатынын түсініп отырған шығарсыздар. Әйелдердің құқығын толықтай шектеп, дін жолында радикалды ағымда кету біздің жол емес. Бұндай ойға жетелеген әлеуметтік желіде тарап жатқан бұл бейне жазба. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Баршаңызға құтты болсын. Құдай оңдап әруақ қолдап берсін. Хазірет бірімізге тапсырған. Ертең дәл осылар қазақ қыздарының, қазақ әйелдерінің құқығын шектеп, сөз бостандығынан айырмасына кім кепіл? Біз қалайтын зайырлы дамыған елдің болашағына бұндай байланыстар теріс әсер етпейді деген үмітпен сіздермен қоштасамын. Бүгінге айтар ой осы. Қосарыңыз болса, видеосына комментарий қалдыра отырыңыз. Келесі кездескенше.